Сәлем достар, бүгін сіздермен нағыз қазақтың 100% табиғи құртын дайындаймыз. Бізге тек натуральный сүзбе мен шыдамдылық қажет. Алдымен чашаға сүзбе, су, құрт салып, 15 минут қайнатып аламыз. Егер құрт ащы болсын десеңіз, онда тұзды көбірек салыңыз. 15 минут 60 градус 3-ші жылдамдықта қайнатамыз. Ұйыған сүзбені марлемен сүзіп, сар суын ағызып аламыз. Бір-екі сағат немесе бір күнге қойсаңыз да болады. Сүзбе дайын болғаннан соң алақанмен шағын бөліктерге бөліп, домалақ не ұсақ пішіндерде кез келген қалауыңызша құрт жасаймыз. Мінекей құртымыз дайын, таза, хош иісті, иммунитетке, тіс, сүйектерге пайдалы. Құрттарды күнге не көлеңкеге кептіреміз. Балаларға, қонақтарға бәріне де ұнады. Саған да ұнаса, каналыма лайк басып тіркеліп кет.